Мысалдар қарастырайық. 20 нанокулон зарядтар потенциалдары 700 вольт нүктеден 200 вольт нүктеге дейін жылжытқанда өріс қандай жұмыс істейді? Берілгені заряд 20 нанокулон, ол бізде 10-9 нано деген кулон. Бірінші потенциал 700 вольт, екінші потенциал 200 вольт. Табу керек жұмыс. Талдау. Бізде Q фи 1 минус фи 2 формуласын қолданамыз. Шешуі. А тең болады зарядтың 20 10-9 700 азайту 200. Сонда бізде 20 10-9 көбейту 500. 2 бесім 10. 1, 2, 3, 0 алып істейміз. 10-6 джоуль. 10-6 ол бізде микро. 10 микро джоуль. Сонда бізде өріс 10 микроджоуль жұмыс атқарады. Келесі мысал, өріс кернеулігі 50 килоньютон кулон біртекті электр өрісі күш сызықтары бойындағы арақашықтығы 100 мм нүктелердің арасындағы потенциалдар айырымы неге тең дейді. Берілгені кернеулік 50 килоньютон бөлінген кулон, кило деген ол 10-3 дәрежесі. Арақашықтық бізде 100 мм. Метрға айналдырамыз. Х-ға 0,1 метр. Табу керек потенциалдар айырымы фи 1 минус фи 2. Талдау. Фи 1 минус фи 2 ол бізде кернеуге тең уға. У деген бізде е көбейту д. Шешуі. 50-10-3 дәрежесі ньютон кулон көбейтеміз 0,1 метрға. 50-ді 0,1-ге көбейтеміз 5 болады. 5-10-3 дәрежесі вольт. Ол бізде 5 киловольт. Келесі мысал, тежегіш кернеу 5 вольт болса, фотоэлектронның ең үлкен кинетикалық энергиясы. Берілгені кернеу 5 вольт, тежегіш болғасын соңғы жылдамдық бізде 0, электронның заряды минус 1,6 10-19 кулон. Бірақ есеп шығарғанда модульмен аламыз плюспен. Табу керек ең үлкен кинетикалық энергия. Талдау. Кинетик энергия ол бізде mv квадрат бөлу 2. Жұмыс деген ол дельта 2. Ал бастапқы соңғы жылдамдық бізде 0 болғандықтан ол тек қана сонда mv квадрат бөлу 2 болады. Жұмыс деген ол бізде Q көбейтілген U. Q деген бізде электрон ғой, заряды E көбейту U болады. Бұдан бізде mv квадрат бөлу 2 тең болады E көбейту U деген формула шығады. Бізге кинетик энергия керек. Сонда mv квадрат бөлу 2 деген ол бізде E кинетикалық, сонда E көбейту U. Осыған қоямыз. Шешуі. E кинетикалық. Модульмен аламыз, мәнін 1,6 10-19 джоуль көбейтеміз. Кулон деген зарядқа кулон өлшемі көбейтеміз 5 вольтқа. 1,6 5 көткен 8 10-19 өлшем білігі джоуль болады.